Барлықтарыңа сәлем, құрметті көрермендер. Каналға қош келдіңіздер. Менің есімім Әсем. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге қызанақ отырғызудың әдіс тәсілін көрсетемін. Яғни бұл жерде сіздерге үйрету мақсатында емес, яғни мен қалай отырғызам, соны сіздермен бөлісейін деп тұрмын. Менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші сіздерге мен қызанағымды көрсетейін. Бұл ең бірінші екен қызанақ, себебі деген көріп тұрсаңыздар, топырағы аз болғаннан созылып кеткен. Яғни бұл қызанақ нені көрмеді? Салқынды да көрді, ыстықты да көрді, күн жоқ болғанды да көрді. Бірақ байқап тұрсаңыздар, дегенмен де қызанақ анау-мынауға берілмейді. Яғни менің өзімнің тұқымым. Мысалы, сіздер дүкеннің тұқымын алсаңдар, әрине ол өліп қалатын еді. Бар менде кейбір сіздерге көрсетем. Дүкеннің несі? Магазиннен сатып алған бір сорттар. Сіздерге көрсетем, яғни өзімнің коллекциямды көбейту мақсатында еккен болатынмын. Сіздерге оны көрсетемін. Қараңыздар, қандай болып қалған. Қанша дегенмен де өзімнің қызанағында иммунитеті жоқ, міне. Өзімше еккен болатынмын, өліп қалды. Енді ол сортты мен қайтадан егуім керек болады, үлгерсе үлгереді енді. Мынау өзімнің хорма деген сортын білесіздер. Хорманы алып жүрген адамдар да біледі. Иммунитеті өте мықты. Қанша жерде мына көріп тұрсаңыздар, егер сабағы мынандай түсті болса, бұл жаңағыдай салқыннан шыққан деген сөз біледі. Кейбір жапырақтар шамалы болса да қарайып үсіген. Ендігі кезекте сіздерге мен мынандай айттым ғой сіздерге, сүттің коробкасын тастамаймын. Яғни бұл не үшін қажет? Қызанақ үшін қажет. Екі-екіден отырғызамын, сіздерге көрсетейін. Мына жерде қарасаңыздар, міне екеуін отырғызған болатын. Бұл да аяз кезде отырғызылып қалды енді. Біреу кішкене ауырыңқырап тұрды, біреуі міне, бірақ шыттыры міне көріп тұрсаңыздар, өте керемет, жақсы болып өсіп жатыр. Екеуін арасын ашып, сіздерге мен қалай егетімді, соны сіздермен бөлісетін боламын. Әрине, бұл жерде менде көріп тұрсаңыздар, тіпті ол айранның несі де болуы мүмкін, сүттің коробкасы да болуы мүмкін, немесе сіздерде кәдімгі одноразовый стаканда болуы мүмкін. Енді менде кезекте мына жерде жаңағыдай коробкаларды лақтырмаймын, себебі осыдан кейін бір лақтырып тастайтын болғасын, бір пайдаланып өте жібергеннен осылай пайдаланайын деп тұрмын. Енді кезекте біздерде осы ыдыстың жерін басына тікетіп әдемілеп кесіп аламыз. Өздеріңіз қалаған жаңағыдай размер бойынша. Содан кейін астын кішкене тесеміз. Яғни мен жылыжайда болғасын, астын тесейін деп тұрмын. Егер үйде болса, астын тесудің қажет жоқ. Суды шамалап қойсаңыздар болады. Себебі қызанақ суды өте көп құйған ұнатпайды. Егер сіз көп құйып қойсаңыз, черная ножка дегенді білесіздер ауруды. Бірден сабаға қарай бөліп қалады. Сол себептен қиярға да, қызанаққа да суды жеткізбей құйған дұрыс. Чем толтырып құйғаннан. Енді кезекте міне көріп тұрсаңыздар, ең астына мен кәдімгі құм білесіздер ғой, песок құмды салатын боламын. Астын кесемін, жылыжайда тұрғаннан кейін содан кейін барып топырақ саламын. Міне қарасаңыздар, астына құмды салдым. Және де астын кесіп көрсетейін сіздерге. Міне астын кестім, мен ондай артық алған жоқпын. Содан кейін салдым. Енді кезекте кәдімгі қазір көбісінің жерлерінде қар еріді, кәдімгі топырақты аласыздар да, сол топырақты салып шығасыздар. Міне салдым. Ендігі кезекте біз кез келген қызанағымызды аламыз. Мен оны жұлып алдым, міне. Содан кейін барып осылай. Бұған енді біреуін салам тек қана, себебі көріп тұрсаңыздар, бұл өте тар. Біреуін салып, мысалы мына қызанақ, міне қазір былай ұстап көрсетейін. Тема ыңғайсыз болып тұр. Міне қызанақ, міне қаншадан қисайып өскен, сол қызанақтың мына жеріне дейін жауамыз. Яғни қалған мыналардың барлығын топырақпен жауып тастаймыз. Сол кезде мыналардың барлығынан жаңағыдай не шығады. Қалай айтсам болады? Тамыр шығып, өте қызанағымыз өте мықты болады. Сол себептен сөйтіп жауып шығатын боламыз. Міне қарасаңыздар, міне ешқандай да қиындығы жоқ. Қызанақтың тек басын ғана қалдырдым, болды. Қалған барлығын жауып тастадым. Енді суды қиғанда, мен топырағым дымқыл болғандықтан мен су қимаймын ешқандай да. Егер топырақтарыңыз құрғақ болса, суды шамалы тамшылатып, шприцтің басы арқылы жайлап қисаңыздар болады. Немесе груша болса, грушамен де қисаңыздар болады. Бірақ бақырашпен немен қиюдың қажет жоқ, себебі топырағымыз мықты отырып қалады да, пресстеліп. Қызанағымыз тамыры жайылуға кедергі болады. Ешқандай да қиындығы жоқ, осылай барлығын отырғызып шығамыз. Сау болыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Жаңағыдай талдарға тапсырыс беріліп жатыр, соны үлгеріп қалыңыздар.